Сәлем балалар, хал жағдайларың қалай? Бүгін біздің сабақта математика 1-ші сынып, 3-ші сабақ. Тақырыбымыз бір саны және цифры. Балалар, бірінші тапсырмамызда суретке қара, қай заттар бір-бірден екенін айт. Яғни балалар суретте бір сағат тұр, жарда ілініп тұр, бір лампы тұр үстелдің үстінде, бір кровать, яғни жататын, бір жастық, яғни сол кроваттың үстінде бір жастық тұр, және бір орындық, бір компьютер үстелдің үстінде, бір кубок тұр шкафта, және бір робот тұр шкафта тұр, ол да бір глобус, ол да шкафта тұр. Балалар осылайша суреттегі бір заттарды өздерің белгілеп жазуларыңа болады. Тағы да шкафта суретте тағы нелер тұр? Мысалы, бір терезе тұр, бір шкаф тұр деп, осылай жалғастырып жазуларыңа болады тағы да. Енді суреттегі әртүрлі заттардың санын анықта, олардың санын карточкалардан көрсет. Яғни балалар бірден 5-ке дейінгі тапсырманы орындауға тырысыңдар менімен бірге. Сандарды анықтайық. Яғни жарда 1 сағат ілініп тұр. Сосын 2 картина тұр. Біреуі шкафта тұр, біреуі ілініп тұр. 3 жәшік, яғни шкафта жинаулы тұр, үшеуі де. Және жерде неше доп, неше машина бар. Жерде 2 доп, 2 машина бар. Оларды қосатын болсақ 4 зат болады. Ал паровоз нешеу балалар? Мұнда паровоз бір үлкен және артынан жалғанған 4-еу, яғни 5 паровоз бар. Осылайша балалар тағы да заттарды өздерің жазуларыңа болады. Ал енді екінші тапсырмаға көшейік. Қай заттар бір-бірден бейнеленген сырымға оқу құралдарын жинауға көмектесті? Бұл жерде бір сурет салуға арналған альбом, бір сызғыш, бір кетіргіш, бір қарындаш, бір пенал, және де бір кітап берілген. Ал кубикпен ойыншықтар құрастыратын, олар көп. Үшінші тапсырмамыз әр затты сана және олардың санын салыстыр дейді. Бұл жерде 3 қарындаш берілген, ұштағыш 2 берілген, 3 қалам және де 4 өшіргіш, және 3 қарындаш бар. Балалар, 3 қарындашпен ұштағышты салыстырайық. 3 қарындаш, яғни көпті, ұштағыш кем болып саналады. Ал қарындаш артық. Ал 3 қалам мен 4 өшіргіште салыстыратын болсақ, 3 қалам кем болғандықтан 4 өшіргіш артық деп белгілейміз. Ал енді бірдей тең тапсырманы орындайық. 3 қалам және 3 қарындаш. Бұлар екеуі бірдей болғандықтан балалар тең деп аламыз. 3 тең болады 3. Яғни 3 қалам, 3 қарындаш. Балалар, бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сендерге ұнады деген ниеттемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, барлық есептің жауаптары бар.